Так, так. Так, так. Жалпы машина өте керемет екен. Ішкі салоны да керемет екен. Хоппа, багаж да кең екен. Хоппа. Жалпы ішкі салон айда көруге бола ма? Иә, болады, айда көр. Кілт ішінде тұр. Жақсы, рахмет. Жалпы машина өте керемет екен. Жалпы машина өте керемет салон дедім екен. Жалпы бұл машина не үшін сатып жатсыз? Мен енді басқа қалаға көшейін деп жатырмын. Мен енді ауылда тұрған адам, енді мынандай машина ауылдықтарға керек қой. Сондықтан мен қалаға көшіп басқа машина алу керекпін деп ойлап мына машина сатып жатырмын. Почти машина шынайы бағасы 5 стак измор. Не үшін? Жалпы тыңдаған екен, сонда қымбат екен. Бірақ та енді сен жаңадан немене екенсің да, жаңадан келген ауыл көрші екенсің да, осы ауылда. Мен баяғыдан тұрамын ғой, енді көшіп бара жатырмын. Иә, сөзімді анық жеткізе жатырмын да, мен жаңадан келгеннен кішкене ұяламын да. Жалпы саған бір 5 стак измұртқа берейін. 4 стак измұртқа. Жақсы, молодец. Онда банкке бармадық па? Ауылда банк бар ма еді? Ой, ауылда банк жоқ, қаланың. Мен 1 сағат ішінде кету керекпін. Өзім білесің, қаланың жолы ұзақтау екен. Білейін онда. Еркебұлан, сені мэр шақырып жатыр. Онда мен қазір келейін, мэр шақырып жатыр дейді. Хоппа, хоппа, хоп. Жидел, мэр не үшін шақырып жатыр? Білмеймін, әйте мэр шақырып жатыр ғой. Так. Мэр сәлеметсіз, мен не үшін шақырдыңыз? Еркебұлан, сен білесің, көрші ауылда банк бар екен. Иә, о банктың почти ақшасы аз екен. Сондықтан Еркебұлан, біз осы ауылға жаңадан банк салу керекпіз. Сен дәл қазір банк салу керексің. Мақұл, 1 сағаттың ішінде банкыңды аяқтап қой. Жұмысшылар 1 сағаттың ішінде келетін болады. Мақұл, жарайды енді. 1 сағаттың ішінде почти маған банк сал дейді. Мен как раз креативім бар. Ана кісіге айтып салайын, бағана машина сатып тұрған жетелге. Мер маған банк салуды бұйырды. Мен дағы жаңа көрді банк салам. 1 сағаттың ішінде жұмысшылар келеді. Сол кезде сіздің ақшаңызды төлейсің бола ма? Болады ақшаңызды төлейсің. Жарайды енді, мен запись қосайын. Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер Еркебұлан достар. Достар, видео басында көргендеріңіздей мен машина сатып алайын деп жатырмын. Бірақ менің ақшамның бәрі банкте. Сондықтан біз банкке барайық деп едік. Жедел 1 сағаттың ішінде қалаға бару керек екен. Басқа қалаға 1 сағаттың ішінде кету керек екен. Сондықтан бір жаны мен мэр шақырып алып, ауылға банк сал деп бұйырды. Мен айтқанда айтты ғой, өтініш. Мен сол банк салайын деп жатырмын, менде оған керек заттар бар. Мінекей, мынандай заттар бар, қайтын мынандай. Және де банк болған кейін әрине бізде стекло керек. Стекло болғанда осындай қызыл стекло. Өйткені бұл бронирование, оқ өткізбейтін стекло. Және де есік. Пашинанда железный есік тұрса ғой. Банк қанша деймін. Достар, енді мен банк салатын боламыз. Почти, достар, мен банкты қай жаққа салам? Почти мен осы орын әдемі болып тұр. Банк салуға да ыңғайлы екен. Мен почти осы жаққа саласатын болам достар. Бірінші фундаментін қою керек болса, хоп. 3, 4, 5, 6. Кішігірім банк болады, өйткені ауылға үлкен банк керек емес. Ой, блин. 4, 5, 6. Хоппаны. Өйткені достар, бұл ауылға бізге осындай кішігірім банк керек. Өте үлкен банк қалада болу керек. Почти кішігірім ақша сақтайтын дейтін банк болу. Достар, сіздер осы ретте каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Өтініш, бізде 50 подписчикке 8-ақ тіркелуші қалды. 8-ақ подписчик қалды, өтініш достар. Мен сіздерге сенемін, сіздер лайк басасыздар ғой. Аштым, астын. Пасти, біз надо ағашпен істей салайық. Сиыр кетті.
Hoppala. Bu önce 30 gün banka olsun. Kişi görün gene banka. 1, 2, 3, 4. Hoppala. Dostlar size kurttan kurutkança like basın. Kanalga тіркеліп. Колокольчикті дыңқ еткізіп қойсаңыз достар. Жаңа жылға дейін 50 подписчикке жете аламыз ба? Мен сіздерге сеніп тұрмын, өтініш жаңа жылға дейін 50 подписчикке жетейікші достар. 50 подписчикке. Так. Ал енді хоппаны. Хоппа. И почти осыны дұрыстау деп жауып қойған. Айтты бізге жеденсіздікті ашу үшін мынандай зат алатын боламыз. Бұны да сындырмас үшін осын тас кнопкасын алатын боламыз. Оппана. Почти неге достар мен пикап алып жатырмын деп ойлайсыңдар, анандай жүк көлік. Мен негізі Lamborghini Gelanwagen алуға болатын еді, оған ақшам әрине жетіп тұр. Бірақ та достар, бұл енді ауылдық жерлер, бұл енді ауылдық жер болғандықтан пикап дұрыс деп ойладым достар. Өйткені пикап арқылы біздер неміне жерлерге бара алатын боламыз. Yani тастақ, тауды, тасқа. Lamborghini геликпен онда жер бара алмайсыз. Геликпен баруға болады, бірақ оған заттар сыймайтын болады. Мен кішкене егіншілікпен саудамен айналысатын адам болған, мал саудасымен. Сондықтан тағы не сала кетейін достар, комменттерге жаза кетейін. Мен дүкен салу керек шығар, магазин яғни айтқанда. Хоппана. Кішкене банк болып жатыр, мен білмеймін достар. Почти достар, мен салып біткенде кез кетім боламыз. Неге уже достар мынандай адамдарға лайк деп сұрап жатыр, және де маған сундук керек. Хоппана. Ой, мынандай емес. Хоппана. Ортасын сәл бұз жіберейік. Хоппана. Неке достар? Яғни айтқанда достар, почти мен уже міне салып болдым. Почти достар, почти салып болды достар. Ал енді біздер назаттан бәрін кетіріп түсіп, мерге айтатын болдым. Почти жұмысшылар да қасы келуге тиісіп. Ой. Хоппана. Почти банк сыртынан. Бұлай дайын болды достар, енді сыртын кішкене әдемілеу жеру керек. Өйткені банк әдемі болу керек қой. Сыртын әдемілеу болғанда кездесем, почти кішкене достар әдеміледім. Мінекей достар көріп тұрғандарыңызды. Мен ендеше мэрге айтайын, жұмысшылар келді ме екенін біліп сұрайын. Хоппана. Мэрге айтайын. Мэр. Я айтайын лан. Жұмысшы шетелдер банк салып қойдым, ана көрсеңіз болады, әдемі болып тұр. Жұмысшы шетелдер қашан келеді? Жұмысшы шетелдер уже банктың ішінде жұмыстарын атқарып жатыр. Сояқта мен сан жалақымды беретін болам. 4, яғни қанда 3 стак банк салған үшін. Рахмет. Достар, мен почти бұл ақшаға немен алам ғой, машина. Ерекке алан уже мен кетуім керек, ақшаны тезет бересің ба? Қазір автобус қалаға дейін 2 сағат жүретін білесің екен, тезе орын алу керек. Мен қазір неке банктан, кешірім, банктан қазір алып берейін. Тезет жібер, жарайды. Сәмесім өтініш, мен ақшамды алайын деп. Мэр айтқан болады уже. Қазір сан ақшамды бересің, неке ақшамды ала қой. Көп рахмет сіздерге бергендеріңізді. Ендеше мен кете берейін. Бара бер. Еркалан уже ақшамда келдің ба? Мінекей. Неке көріп тұрғандарыңдай. Мақұл ендеше. Давай ендеше. Мен кеттім. Давай. Жедел. Достар, мен неке осындай керемет пикап көлігін алдым.
Это мен Байнердің машинасы. Жақын арада бір осынау бір тұсқа бір гараж соғып жіберсем әдемі кетуші еді. Ендеше достар, сіздерге менің өз видеом ұнаған секілді. Егер ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, жаңа жылға дейін достар 50 подписчикке тіркеп салыңыздар, өтініш. Ендеше осымен қош сау болыңыздар.